Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз көптеген көрерменнің сұрауы бойынша Берлин атты сериалға шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Берлин. Бірінші бөлім. Оқиға арнаның аңызына айналған қағаз үй атты хикаядан бірнеше жыл алдыда болады. Берлин бұл уақытта үшінші әйелімен ажырасуда. Ол есін жиып үлгерместен бірден сүйіктісі тонаумен айналыспақшы. Кейіпкердің тобындағы бірінші адам Кейла. Ол электроника жағын керемет меңгерген өте ақылды қыз. Екіншісі Рой. Ол құлпы ашудан алдына жан салмайтын кейіпкер. Дамиан болса күндіз университет профессоры, ал түнде криминалды гений. Қару-жарақ пен техниканың шебері ол Брюс. Солай топ полиция көлігімен киімін киіп, Антонио есімді байдың үйіне келіп, үйін тінтуге арналған рұқсат қағазды көрсетеді. Берлин ауқатты адамды жеке шығарып бопсалай келе, жеке көрмесінде тұрған бағалы ыдысты алады. Кейіннен Берлин топқа жаңа адамның қосылғанын хабарлайды. Қыздың есімі Кэмерон. Оның міндеті әзірге беймәлім, ал мінез құлқы қағаз үйдегі Токио десе де болады. Берлин ұзақ уақыт жоспарлап жүрген өте ауқымды тонауды жүзеге асырмақшы. Ол Париждік аукцион үйі. Топтың мақсаты барлығын қосқанда 44 миллион евро тұратын бағалы заттарды ұрлау. Олар аукцион үйіне шіркеу астындағы жер асты жолы арқылы жетпекші. Топ діндар адамды алдау үшін бұл жер астында ғасырлар бойы сақталған бағалы заттарды іздейміз деп байдың үйінен алып шыққан бағалы ыдысты сылтау қылады. Бірақ бір мәселе бар, олар бағалы заттардың қай уақытта әкелетінін білмейді. Ол ақпаратты білетін жалғыз адам көрші үйде тұратын аукцион үйінің директоры Полиньяк. Полиньяк әйелімен кеткеннен кейін топ үйіне жасырын еніп бақылау камераларын орнатады. Кейіпкер түнде жасырын камералар арқылы ер адамның әйелін бақылай келе, әйелін ұната бастайды. Ұйықтай алмаған Камила итін ертіп сырахананың біріне келіп тамақтанып, құрбысының сұрауымен ән шырқайды. Әйелдің өнеріне тәнті болған Берлиннің көзі оттай жана бастайды. Солай ер адам оны таң атқанша аңдып жүреді. Ертесі күні олар шіркеу жер астына бокалды көміп, діндар келгенде археологтар ұқсап өздері ұрып соққан бокалды табады. Это чаша. Мне кажется, византийская. Нам нужно больше времени на раскопки. Я немедленно запрошу разрешение на парковку грузовиков. Камиланы ойынан шығар алмаған кейіпкер жалған есім айтып, амалын тауып танысып алады. Жер асты жолын ашуға рұқсат алған ұрылар аукцион үйіне жақын жерден қаза бастайды. Бірақ ойламаған жерден діндар бокалды Испанияға апару үшін алып кетеді. Егер бұл бокал 4-ші ғасырдан емес екені анықталса, жоспар құрдымға кетеді. Осы сәтте Берлин Камиланың операға жалғыз баратынын біліп, соңынан бармақ еді. Сол себепті ол діндардың мәселесін Ройға тапсырып, өзі махаббат қуып кетеді. Осы сәтте Берлиннің қағаз үйдегі Берлин емес екенін түсіндім. Екінші бөлім. Берлин Камиламен кездейсоқ жолығып қалғандай болып, үй алдында кездесіп концертке бірге барады. Камиланың опера дегені опера түнгі клубы болып шығады. Солай Берлин Камиланы басқа қырынан көріп, екеуі бір-бірімен жақын сөйлеседі. Ал Рой мен Кэмерон діндардан ыдысты ұрлауға әрекет жасайды. Бірақ оларға шалдың адамдары кедергі келтіруге тырысады. Біраз уақыт қуғыннан кейін ұрылар ыдыстан айырылып қалады. Бір-біріне сезім ұшқыны пайда болған жұп номерлермен алмасып қоштасады. Ертесі күні белгілі болғандай, діндар ыдысты біреулер ұрламақ болған алға тартып, қауіпсіздік үшін оны археологтарға қайтарып берген, яғни ұрыларға. Короче говоря, нам улыбнулась удача, и мы получили на бурение 7 дней. Ал бақыттан бас айналып жүрген Берлин ұрлықты бір сәтке есіне алмайды. Сол сәтте ойда жоқта Камила Берлиннің пәтерінің есігін қағады. Пәтерде барлық тыңшы заттары тұрғандықтан кейіпкерге қыздың үйленгенін алға тартып бетін қайтаруға тура келеді. Я ей отказал. Камиль, стой! Солай тонаудың миының махаббаттан бас айналып жүргенде қалған топ өкілдері жер асты жолын қазуды жалғастырады. Біраз уақыт бұрғылаудан кейін олар аукцион үйінің қабырғасына жетеді. Сейф маңында камералар тұрғандықтан олар қабырғаны кеседі, бірақ құлатпайды.
Бақылау камерасының қорғанысын бұзу үшін күзетшілерді 3 минутқа алдарқату керек. Сол себепті Брюс пицца тасығыш болып келіп, күзетшінің қытығына тиіп ерегесе бастайды. Осы сәтті пайдаланған ұрылар ешқандай саусақ және ДНК таңбасын қалдырмайтындай жасақталып, ғимаратқа еніп, камера жүйесіне еніп, барлығын қаз қалпына қайтарып қояды. Бақылау камерасын басқаратын ұрылар енді кез келген уақытта келіп кетіп, бағалы заттар келгенше оны сақтайтын үлкен сейфті теспекші. 3-ші бөлім. Жоспар бойынша камера жүйесі қолында тұрған Кейла бос бөлмені таспаға түсіріп алып, ұрылар кіргенде қосып қоймақшы. Ал Полиньяк кіргенде қайта камераның өзін іске қосады. Солай топ із қалдырмас үшін сақтау қоймасын, яғни сейфті сыммен кеседі. Затем мы прикрепим несколько строп, чтобы поднять плиту краном на полметра. Кейла, скажи Берлину, что мы вошли. Бұл уақытта Берлин мен Камилланың аралары одан бетер жақындаса береді. Ұрыларға тек енді бағалы заттардың келгенін күту ғана қалды. Осы сәтте тағы бір мәселе туындайды. Брюс жалға алған мотоциклді Рой мен Кэмерон діндардың адамдарына беріп қойған. Егер мотоциклді қайтармаса, жалға бергендер полицияға шағымданады. Солай олардың жоспары құрдымға кетпек. Ал Камилланың күйеуі Берлин екеуінің хатын оқып барлығын біліп қойған. Берлин бұндайға қуанып жүреді, өйткені енді Камилла екеуінің арасында ешкім тұрмайды. Бірақ жағдай оның ойлағандай болмайды. Күйеуі оны кешірген. Постой. Позавтракаем завтра. Конечно. Және ең бастысы, бағалы заттар қоймаға келген. Енді оларды алып шығуға тек бір түн ғана уақыт бар. 4-ші бөлім. Полиньяк соңғы бұйымды қоймаға қойғаннан кейін тонау басталады. Ұрылар біртіндеп құнды бұйымдарды жинай бастайды. Тонау кезінде әйелі тастап кеткен Дамиан Берлиннің күйеуі бар әйелмен кездесіп, бөтеннің отбасын құртып жүргеніне қатты наразы болады. Ұрыс басталып, екеуі қақтығысады. Сол сәтте есіктің артында тұрған Полиньяк іштен шыққан дыбысты естіп, барлығы дұрыстығына көз жеткізу үшін сырттан қарау үшін есікті ашуын сұрайды. Ұрылар іздерін тез арада жасыру үшін біреуі сыртқа шығып тесікті бітейді. Ал қалғандары қойманың ішінде қалады. Все нормально. Я могу вскрыть хранилище. В этом нет нужды. Бағалы заттарды шығарғаннан кейін Рой мен Берлин оларды қонақ үйге алып кетеді. Ал қалған топ өкілдері 4 сағат ішінде барлығын қаз қалпына қойып, құрылғыларды шығару керек. Қонақ үйге келген Берлин мен Рой ұйқыда жатқан Полиньяктың пәтеріне кіріп, оны терең ұйқыға жіберіп, іздерін жасыру үшін өздері орнатқан жасырын камераларды алады. Бірақ махаббаттан есін жоғалтқан Берлин Полиньяктың киімін киіп, көлігімен соңғы барған жеріне барады. Ол ұрлықты Полиньяк жасағандай қылып із қалдырады. Барлығы біткеннен кейін топ біртіндеп қонақ үйге келіп, ешқандай із қалдырмас үшін барлығын тазалайды. Бірақ мәселе бар. Брюстің төлқұжаты мото жалға беретін жерде болғандықтан ол Франциядан кете алмайды. Сол себепті ер адам Кейладан көмек сұрайды. Екеуі барлығынан жасырын жалға берілетін жерге келеді. Кейла ер адамға есікті ашуға және компьютерден барлық ақпаратын өшіруге көмектеспекші. Бірақ бұл уақытта күзетші және түнгі ауысым орында болатын. Кейла оларға ауырып қалған жұмысшы қыздың орнына келгенін айтады. Компьютерде мәселе туындағанда ер адам Кейлаға көмектеспек болып, үстел астына еңкейіп, жасырынып отырған Брюсті көріп қояды. 5-ші бөлім. Екеуі ұсталып қалғанда Брюс күзетшінің маңдайынан ұрып, талдырып тастайды. Үстел үстіне түскен қаруды күтпеген жерден Кейла қолына алып, барлығын ұрлық секілді көрсету үшін ақша тонап қашып кетеді. Рой мен Кэмерон ережені бұзып, жасырын түрде көлік ұрлап, көңіл көтеруге шығады. Ол аздай Кэмерон өте бағалы алқаны мойнына тағып алған. Екеуі көлік жарысына барып, бәске ұрланған көлікті тігеді. Мәреге аз қалғанда Кэмерон ойламаған жерден өзін жоғалтып алып, Ройға жарысты тоқтатуға тура келеді. Алқа жоғалып қалмас үшін Рой күртешесінің қалтасына салып қойған болатын. Ол күртешесінен түсіп, ұрланған көлікте қалып кетеді. Рой қызды тыныштандырғаннан кейін алқаның жоғалғанын біледі.
Берлин болса Камиллаға таңдау жасау керектігін айтады. Сол арада полиция бағалы заттардың жоғалғанын анықтайды. Ұрлықтың ешқандай ізі болмағандықтан бірінші күдікті Полиньяк болады. Солай ұрылар біртіндеп қонақ үйден кете бастайды. Ең соңында Берлин барлық айғақтың көзін жойып кетуі керек. Бірақ оның жолын махаббат тосады. Камиллаға ойлануға бірнеше күн уақыт керек. Әйел үйіне келіп мән-жаймен таныс болады. Полиция барлық айғақтарға сүйене келе бағалы заттарды Полиньяк ұрлады деген қорытындыға келген. 6 бөлім. Камилла күйеуінің бұндай ұрлыққа баратынына сенбейді. Әйел оның әрекетінен мән таппайды. Полиньяк бұндай жағдайға тап болғандықтан Камилла оны қазір тастап кете алмайтынын алға тартады. Бағалы заттар мемлекеттен шығып кетпес үшін полиция барлық жолдарды жауып тастайды. Олар ұры топты жолдан тосып тұрады. Рой өзінің ұсталатынынан қорқып жол үстінде қашуды ойлайды. Бірақ оны Кэмерон мен Дамиан тоқтатады. Өйткені алаңдайтын ештеңке жоқ. Полиция барлығын тексере келе күдікті ештеңке таппайды. Өйткені олар анамыздың күлін алып жүрміз деген сылтаумен полицияның басын қатырады. Жолдан өткеннен кейін Дамиан Кейла мен Брюске хабарласып, жолда полиция тексеріп жатқанын, сол себепті келесі аялдамадан түсіп, орманда түнеп шығу керектігін айтады. Олар өздері де барлығы тынышталғанша орман ішінде бой тасалайды. Рой Берлинге хабарласып, кейіпкердің махаббат кесірінен тағы бірнеше күн Парижде қалатынын біледі. Жігіт оған алқа жайлы айтып береді. Берлин Камилланың көзіне батыр болып көріну үшін күйеуінің қорғаушысына деп ақша береді. Бұл уақытта полиция ұрланған көлікті тауып, ішінен алқаны тапқан. Көлікті ұтып алған ер адам ұтылған жұптың испаниялық екенін айтып береді. Түнде орманда жатқан Кейланы жылан шағып алады. Қауіпті түсінген Брюс қызды жақын маңдағы ауылға апаруға асығады. Сол уақытта инспектор бізге таныс адаммен жолығады. Алисия Сьерра, помощник инспектора, испанский Европол. 7 бөлім. Алисия Сьерра аукцион үйін тексере келе барлығы оңай емес екенін түсінеді. Оған қоса алқаны әдейі қалдырмағанын, ал жемтікке айналған Полиньякты жіберу керектігін айтады. Бұл уақытта Берлин өзінің жемтігін түрмеден шығаруға барын салатындай болып өз рөлін сомдайды. Ал Кейланы арқалаған Брюс орманнан шығып жолдан көлікті тоқтатады. Артынша оларға полиция жолығып көмектеседі. Өзен жағасында балық аулап отырған Рой мен Кэмерон сырласа келе бір-бірін сүйіп ала жаздайды. Оларды ағайынды деп ойлаған жолда тоқтатқан полиция көреді. Полиция көлік тұтқан ер адамды тергей келе ұрылардың бірінің қолында ешкінің суреті бейнеленгенін анықтаған. Алисия бұны ескере келе қазір құрбысы болып жүрген Ракельге хабарласып келуін сұрайды. Полиция ауруханаға Кейланы әкелгенде қыздың қалтасынан тапаншаның оқ салғышы түсіп қалады. Полиция оны тапқан сәтте Брюс ер адамға өзінің тапаншасын кезенеді. Брюс екеуіне тапанша кезеніп аурухана алдында отырады. Парижде әлі күнге дейін жүрген Берлин Камилладан айырылған. Қыз күйеуінің бостандыққа шығатын мүмкіндігі жоқ екенін естігенде өзін кінәлі сезініп, ер адаммен ат құйрығын кескен. Дамиан Берлиннің лағып кеткенін түсініп, досын алып кету үшін Парижге аттанады. Осы уақытта Парижге Ракель келіп, жағдайды өз қолына алады. Солай Рой мен Кэмеронды жолықтырған полиция ұрылардың фотороботы мен қолына салынған сурет жайлы ақпарат алады. Берлин Камилламен қоштасуға келгенде ер адамнан күдіктенген қыз қалтасынан пәтерінің кілтін ұрлап алады. Қыз ер адам жоқ кезде пәтерге еніп, барлық айғақтарды көріп, барлығын түсінеді. Сол уақытта орманда көлікте отырған Рой мен Кэмеронды полиция қоршауға алып, ұстауға дайындалады. 8 бөлім. Полиция ғашықтарды ұстауға әрекет жасағанда терезеден оқ атылады. Барлығын алдын ала жоспарлаған Рой мен Кэмерон көлік астында дайындалған жер асты жолына түсіп қашып кетеді. Олар уақыт ұту үшін көлікке бірнеше жалған қуыршақтар орнатып қойған. Полиция көлігін тізгіндеген Брюс ауруханадан Кейланы алып кетеді. Алисия дауыстағыштың үнемі тек бір қалыппен шығатынын аңғарып, жағдайды бірден түсініп, ішке еніп қуыршақтарды табады. Бұл уақытта Рой мен Кэмерон жер асты жолынан шығып, жүк көлігінің үстіне жасырынады. Ракель Полиньяктың үйінен жасырын камера орнатуға арналған ойықтарды тапқан. Демек, оны біреу жақын маңнан бақылаған. Оған қоса Камилла Берлинді полицияға ұстап бергісі келеді.
Бірақ күйеуінің өзінен басқа отбасы бар екенін біліп, бұл ойынан айнып қалады. Берлин мен Дамиан қыздың кілтін ұрлап, пәтерге кірген түсініп, іздерін жасырып қашуға асығады. Онымен қатар полиция көлігімен қашқан Брюс пен Кейлаға да іздеу жарияланған. Екеуі полиция өкілдерін катерге байлап, ұйықтататын дәрі егіп, өздері басқа қайықпен қашады. Рой мен Кэмерон полиция тексерісінен ұсталмай өтеді. Полиньяктың пәтеріне қарама-қарсы үйді тексеруге полиция келеді. Берлин олардың тек 2 көлік болып келгенін алға тартып, Камиланың ұстап бермегенін түсінеді. Екеуіне қонақ үйден білдіртпей шығу үшін Кейлаға қонақ үй бақылау камерасын тоқтату керек. Полиция қай пәтерде күдікті адамның жатқанын біліп, оны ұстауға Алисияның тобы аттанады. Ал Ракель бақылау камерасын тексереді. Соңғы сәтте байланысты ұстаған Кейла бақылау камерасын өшіреді. Солай Дамиан мен Берлин соңғы сәтте қашып үлгереді. Ал Камиланың құрбысы қызға 2 еркектің құрбаны болғанын, бұл жағдайдан тек жеңімпаз болып шығу керектігін айтады. Яғни Берлинді полицияға ұстап берудің орнына байлығының бір бөлігін алуды ұсынады. Солай топтың барлық мүшесі жоспар бойынша әрекет жасап, қауіпсіз жерге өтеді. Соңында белгіленген жерге Берлин мен Дамиан жетеді. Бірақ оларды ұстауға мүмкіндік беретін жалғыз кілт бөтеннің қолында. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Камила Берлинді табады. Қыз ер адамды қатты сағынған алға тартады. Бірақ ол құрбысымен бірге Берлинге тұзақ құрған. Кейіпкер ғашығына барлық құпиясын жайып салады. Солай екеуі кейіпкердің сөзін таспаға түсіріп алады. Кейін Берлинге келген Камила мен құрбысы ер адамды бопсалай келе ақшасының 40%-ын талап етеді. Бірақ олардың таспаға түсіргені Берлин екеуінің әрекетін алдын ала түсініп, таспаларын алып қойған болатын. Бірақ екеуінің араларында шынымен махаббат болғанын айтады. Қыздың ер адамға қарсы айғағы жоққа шыққанына қарамастан, кейіпкер оған сұрағанын береді. Бұл уақытта полиция бекер жатпай барлық ұрылардың фотороботын жасаған еді. Енді оларға ұрылардың тағы бір мәрте тонауға әрекет жасағандарын күту ғана қалды. И в следующий раз мы будем готовы. Боюсь, что я немного поиздержался и потерял свою долю. Нужно ограбить еще что-нибудь. Мой отпуск что-то слишком затянулся. Осылай Берлин атты сериалдың алғашқы маусымы аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.